Менің пациентім 7 жастағы Шымкент қаласындағы баланың ішінен жыбырлаған тірі аскаридалар, яғни құрттар шықты. Енді бұл историяның қалай болғанын айтып берейін. Негізі мамасы біздің ағза тазалау курсына келген, содан кейін өзінің жасап жатқан техникасын баласына жасатқан. Яғни күнделікті таңертең аш қарынға жылы су ішіп бастаған. Жылы су ішкеннен кейін бала үшінші күні осы ыстық су ішу арқылы таңғы үлкен дәретке унитазға шығуға барады. Сол кезде бала өзінің үлкен дәретінен шыққан құрттарды көріп, туалеттен қорқып жүгіріп шығады. И мамасы прямо қол аяғы дірілдеп маған хабарласады. Қарасақ, баладан аскарида құрттары шыққан. Яғни бала ыстық суды 3 күн ішкен, 4-ші күні баланың ішінен жыбырлаған тірі құрттар шыққан. Содан кейін біз дальше емді жалғастырдық.